Доктор Крефла Доллардың уағызына қош келдіңіз. Егер сіз өзіңізбен бірге киелі кітабыңызды алып келсеңіз, онда римдіктерге арналған хаттың бірінші тарауын ашыңыз. Біз әрбір жылы әділдік туралы тақырыпқа қайтып оралып отырамыз. Бұл біздің әрдайым айтып жүретініміз. Себебі шайтан сіздің Құдайдың алдындағы әділдігіңізді шайқалтса, онда ол сіздің өміріңізге келер жарылқаулардың жолына тосқауыл бола алады. Барлығы сіздің Иса Мәсіхке деген сеніміңіз арқылы алған әділдікке негізделеді. Енді біз бұған белгілі бір уақыт бөлетін боламыз. Римдіктерге арналған хаттың бірінші тарауы 16 аяттан бастап. Сіз Құдайдың ұлылығына куә болған сайын, шайтан сіздің әділдігіңізге шабуыл жасайтынына мен сенемін. Егер сіз оған өзіңіздің әділдігіңізді құлатуына жол бермеуге шешім қабылдасаңыз, онда ол Құдайдың жоспарларына кедергі жасауындағы өзінің жоспарларын іске асыра алмайды. Римдіктер 1 тарау 16 және 17 аятта. Егер дайын болсаңыздар, кеттік оқимыз. Мен ізгі хабар үшін еш ұялмаймын. Ол Мәсіхке сенетін барлық адамдарды, алдымен яһудилерді, сондай-ақ басқа ұлтта адамдарды құтқаратын Құдайдың құдіреті. Себебі Құдайдың адамдарды ақтау жолы мынадан білінеді. Ол басынан аяғына дейін сенімді қажет етеді. Кеңейтілген аудармасында былай жазылған: мен Мәсіхтің ізгі хабарынан еш ұялмаймын. Мәсіхтің ізгі хабары дегеніміз не? Бұл тақырыпқа көп нәрсе айтуға болады. Мына жерде еске сақтап алыңыз да, алаттықтарға арналған хатты ашыңыз. Осы сұрақтың не екеніне жауап берейін. Жер бетінде өмір сүруші жандар, ол сенуші болсын, болмасын, Иса Мәсіхтің олар үшін не істеген суреттеп беру үшін Паул ізгі хабар деген сөзді пайдаланады. Ізгі хабар Иса Мәсіхтің істеген ісі туралы қуанышты хабар. Паул бұны өте керемет жаңалық деп жазады. Сіз өте жақсы хабарды өміріңізде естіп көріп пе едіңіз? Міне Паул өзінің оқырмандарына Мәсіх туралы ізгі хабардың мағынасын ашуда. Біз білеміз, ізгі хабар Мәсіх туралы екенін. Бірақ сонда да тереңірек үңілсек, бұл не? Галаттықтарға арналған хаттың 1 тарау 3 аятында былай дейді: сендерге Құдай әкеміз бен Иса Мәсіх рақымын жаударып, тыныштық сыйлай берсін. Ары қарай 4 аятта: Иса Мәсіх бізді қазіргі зұлым дүниенің құлдығынан құтқару үшін Құдай әкеміздің еркі бойынша күнәларымыздан құнын өтеп жанын құрбан етті. Бұл шынымен де жақсы жаңалық емес пе? Осы бір ісі барлығымызға жетіп жатыр. Бірақ ол біздің күнәларымыздың құнын өтеп қана қоймай, ол біздің орнымызды алды. Өтінемін, сіз мынаны түсіну керексіз. Біз өзіміздің күнәларымыз үшін сотталып күнәлі деп танылдық. Заңда айтылған күнәнің өтемі өлім деп. Біз өзіміздің күнәларымыз үшін сотта айыпталып күнәлі болып табылдық. Біз өлім жазасына кесілдік. Ал Иса біздің орнымызға өлді. Ол біздің төлеуге тиісті құнның мөлшерін білді. Ал ол біздің орнымызға өлді. Бізге сотта шығарылған жаман өлім жазасын Иса біздің орнымызға құнын төледі. Бұл өте жақсы жаңалық. Ал бұдан да өте жақсы жаңалық, Иса өзінің қаны арқылы, аллилуйя, біздің өткеніміз үшін қазіргіміз және болашақта күнәларымыздың құнын төледі. Иса айғыр ағашта өлген кезде мәсіхшілер әлі болған жоқ. Аллилуйя, Құдайға мадақ. Мен сізге айтуым керек, ол сіздің өткен уақыттағы, қазіргі таңдағы және болашақтағы күнәларыңыздың құнын өтеді. Бұл өте керемет жаңалық. Аллилуйя. Бұл мені ешқашан жалықтырмайды. Менің күнәларым үшін өзінің өмірін беруі, мен соттың шешімі бойынша істеуге тиісті істі істеуі, менің күнәларымның айыбын, күнәларым үшін жазаны, менің ауыртпалығымды өзіне алды. Иса барлығын жасап қойды. Сонымен бұл өте керемет жаңалық. Ол жазған: Иса Мәсіх бізді қазіргі зұлым дүниенің құлдығынан құтқару үшін Құдай әкеміздің еркі бойынша күнәларымыздың құнын өтеп
жанын құрбан етті. Құдайдың жоспары бұл біздің күнәларымыз үшін Исаны айық шағыштағы өлімге жіберуі. Ары қарай былай жазған: Құдайдың ұлылығы мәңгілік мадақтала берсін. 6-шы аятта ол ізгі хабарға анықтама береді. Сендерді Мәсіхтің рақымы арқылы өзіне шақырған. Мәсіхтің рақымы арқылы өзіне шақырған. Мәсіхтің рақымы арқылы деген сөзді белгілеп қойыңыз. Рақым дегеніміз не? Жай сөзбен айтқанда, бұл ақысы жоқ, еңбексіз келген мейірім. Бұл сіз лайықты емес және еңбектен таппаған нәрсе. Исаның рақымы ақысы жоқ, ақталмаған мейірім. Арамызда кім біледі? Біз Исаның күнәларымыздың құнын өтейтіндей ештеңе істеген жоқпыз. Және бұл үшін ештеңе де істей алмаймыз. Біз тек сенім арқылы ғана құтқарылдық. Бұл ешкім мақтанып кетпес үшін берілген Құдайдың дарыны. Біз өзіміздің құтқарылуымыз үшін ештеңе істеген жоқпыз. Сіз түсініңіз, бұның барлығы Құдайдың ақысы жоқ, лайықсыз мейірім арқылы ғана мүмкін болды. Құдай біздің құтқарылуымыз үшін өзінің мейірімін көрсетті. Иса өзінің рақымын айық шағашта біздің орнымызға күнәларымыз үшін өлу арқылы көрсетті. Бұл ұлы дарын. Ол бізге мейірімін көрсетті. Бұны ақтап және еңбектеніп алу мүмкін емес. Оны тек қабылдауға ғана болады. Сонымен біз бұл дарынды қабылдадық. Қараңыз, ол жазған: сіз Құдайдың рақымына шақырылғансыз деп. Кім оның шақырылуына жауап бергісі келеді? Мен оның рақымына шақырылғанмын. Аллилуйя. Мен оның рақымына шақырылғанмын. Сондықтан мен оянған кезде оның жарылқауына үміттенемін. Әрдайым Құдайдың жарылқауына емдеген кезде оған осы үшін рахмет айтуға ұмытпаңыз. Егер сіз дүкенге келген кезде сізге жақсы жеңілдіктер жасаса, сатушыға айтыңыз: бұл Құдайдың рақымы деп. Сіз не айттыңыз? Бұл рақым. Егер сізге автотұрақта орын болса, бұл Құдайдың рақымы. Сіз әрбір күні шақырылған рақымшылықта өмір сүруге деген құштарлықпен оянып, көзіңізді жоғары қаратып, былай деуіңіз керек: Құдай, мен білемін, мен сенің сүйіктіңмін. Түсініңіз, сіз Мәсіхтің рақымына шақырылғансыз. Оның ақысы жоқ, лайықсыз мейіріміне, ол айтқандай Мәсіхтің рақымына. Ал ізгі хабар, бұл Мәсіхтің рақымы туралы жаңалық. Бұл өте жақсы жаңалық. Мәсіхтің рақымы туралы жаңалық. Оның Мәсіхтің рақымы туралы жазғандарын тыңдаңызшы. Сендерді Мәсіхтің рақымы арқылы өзіне шақырған Тәңір иеден осылай тез бас тартып, өзге бір ізгі хабарға бет бұрып кеткендеріңе таңғаламын. Осы арқылы ол Мәсіхтің рақымы бұл ізгі хабар екенін айтқысы келеді. Яғни Мәсіхтің рақымы туралы ізгі хабардан басқа ізгі хабарға көшкендіктері туралы. Керемет ізгі хабардан өзгесіне көшіп кеткен. Осы түсінікті ме? Ары қарай ол 7-ші аятта Мәсіх туралы ізгі хабар деген сөзді қолданады. Ары қарай былай жазылған: дегенмен өзге ізгі хабар жоқ. Арамызда кім біледі басқа өзге ізгі хабардың жоқ екенін? Өркендеудің ізгі хабары деген түсінік жоқ. Тек қана бір ғана ізгі хабар бар. Сауықтырудың ізгі хабары, не өркендеудің ізгі хабары жоқ. Тек қана бір ғана ізгі хабар бар. Бұл Мәсіхтің рақымы. Бұл рақымшылықтың ізгі хабары. Бұл жалғыз ғана ізгі хабар. Осылайша ізгі хабар дерексіз түсінік емес. Бұл ластанған күнәһарлар үшін Мәсіхтің рақымы туралы ізгі хабар. Ол біздің орнымызға үлкен құн төледі. Ол өзі күнә болды, сіздің әділ болуыңыз үшін. Аллилуйя. Біз ақы бере алмайтын, еңбектеніп ала алмайтын Құдай бізге өзінің рақымын түсірді. Бұл өте керемет жаңалық. Ізгі хабар бұл лайықсыз келген мейірім туралы жаңалық. Бұл ақтала алмайтындар үшін тегін берілді. Бұл есірткі сатушы үшін, өтірікшілер үшін және басқа да қоғамның қасіреті болғандар үшін жақсы жаңалық. Иса күнәһарларға мейірім көрсету үшін осы әлемге келді. Құдайға мадақ. Ол бір кездері қателік жасаған барлық жандар үшін келді. Бұл өте жақсы жаңалық. Біз білеміз, біз бұған лайықты емеспіз. Бірақ осы себептен ғана бізге бүгін лайықсыз рақымшылықты сезінуге мүмкіндік болыпты. Сіз айтасыз, мен бұл рақымшылыққа лайықты емеспін. Мен бұны еңбектеніп алған жоқпын деп. Ал мен бұлай деймін, осы себептен біз оны алдық. Себебі мен де лайықты емеспін. Бірақ Құдай оған лайықты адамдарды іздемейді. Ол мен лайықсыз рақымшылықты қабылдауға дайынмын деген адамдарды іздейді.
Егер сіз рақымшылықты алуға қатты еңбектеніп жүрсеңіз, онда бұл рақымшылық емес, бұл сіздің еңбекпен тапқаныңыз. Ал рақымшылық лайықсыз түрде еңбексіз келген мейірім. Амин. Сонымен ізгі хабар бұл Мәсіхтің рақымы туралы қуанышты хабар. Паул жазған, өзге ізгі хабар жоқ деп. Тек бір ғана ізгі хабар бар. Бұл рақымшылықтың ізгі хабары. Ары қарай ол былай дейді. Дегенмен өзге ізгі хабар жоқ. Мәселе сендерді шатыстырып, Мәсіх туралы ізгі хабарды бұрмалағысы келген кейбір кісілерде болып тұр. Сонымен бұл жерде ол ізгі хабарды Мәсіхтің рақымы туралы ізгі хабар деп атайды. Яғни Мәсіх туралы ізгі хабар бұл Мәсіхтің рақымы туралы ізгі хабар. Бұл рақымшылықтың ізгі хабары. Мәсіхтің рақымы туралы ізгі хабар. Ол қызметшілерді рақымшылықтың ізгі хабарын таратуға майлайды. Мәсіхтің ізгі хабары дегеніміз не? Бұл рақымшылықтың ізгі хабары. Бұл заңның ізгі хабары емес, рақымшылықтың ізгі хабары. Бұл Құдайдың лайықсыз мейірімі туралы өте керемет жаңалық. Ол бізді осыны уағыздауға шақырды. Бірақ біз басқа нәрселер туралы айтуды жалғастырудамыз. Біз шақырылған нәрсеміз туралы айтудың орнына бостандық алған нәрселеріміз туралы айта берудеміз. Мен осы лайықсыз мейірімге шақырылғанмын. Егер сіз лайықсыз мейірімге шақырылғандығыңызға сенсеңіз, онда неге сіз шақырылған нәрсені еңбектеніп күш жұмсау арқылы ие болғыңыз келеді? Сонымен, римдіктерге арналған хатқа оралайық. Енді сіз ізгі хабар не екенін түсіндіңіз. Мен мынаны жасағандарыңызды қалаймын. Әрдайым жаңа өсиетте ізгі хабар деген сөзді кезіктіргенде тоқтаңыз. Сөйтіп, оның мағынасы туралы ойланыңыз. Көрген кезде бірден Мәсіхтің рақымын есіңізге түсіріңіз. Бұл Мәсіхтің рақымы туралы өте ғажап жаңалық. Басқа ізгі хабар жоқ. Тек Мәсіхтің рақымы туралы ғана ізгі хабар бар. Мен алға қарай жүгіргім келмейді. Біз алдында айтқан болатынбыз. Галаттықтарға 1-ші тарауда Паул жазған. Мәсіхтің рақымы туралы ізгі хабарды басқа ізгі хабар айтушы періштеге немесе адамға қарғыс болсын деп. Және келесі аятында тағы да қайталап айтады. Қарғыс болсын деп. Ол айтады, басқа ізгі хабар айтушы әркімді қарғысқа берілсін деп. Сіз маған сенбейтін секілдісіз ғой. Галаттықтарына хатты ашыңыз. Қане ашайық, о Құдайым-ай, сіз ол жерде ештеңе жоқ деп ойлап жатқан боларсыз. Ол мұны қайдан алды? 8-ші аяттан бастап. Егер біздер немесе тіпті көктен түскен періште сендерге бұрын уағыздағандарымызға қайшы өзге бір ізгі хабарды уағыздайтын болсақ, онда олай істегендерімізді Құдайдың қарғысы артпақ. Бұрын айтқанымызды тағы да қайталаймын. Біреу сендерге өздерін қабылдан ізгі хабарға қайшы келетінді таратып жүрсе, оны Құдайдың қарғысы артпақ. Ал енді мен мұны адамға не Құдайға жағу үшін айтып отырмын ба? Жоқ, мен адамдарға ұнауға тырыспаймын. Әйтпесе Мәсіхтің қызметшісі бола алмас едім. Осы ізгі хабардан, осы керемет жаңалықтан, рақымшылықтың ізгі хабарынан айырмашылығы, сіздер басқа ізгі хабар айту арқылы адамдарға ұнауыңыз келеді. Қауымға келіп Иса туралы есту жақсы емес пе? Ізгі хабардың мағынасы осында. Ол адамдарға Иса туралы айтады, және бізге сыйға берілген лайықсыз мейірім туралы, және біз шақырылған мейірім туралы айтылады. Римдіктерге арналған хаттың 1-ші тарауын ашыңыздар. Сонымен мен ізгі хабар айту керек деген шешім қабылдадым. Себебі кез келген қауымға келушіден ізгі хабар деген не деп сұраған кезде, ол қуанышты хабар деп жауап береді. Бірақ ешқайсысы бұл қандай хабар екенін анық мағынасын ешқайсысы түсіндіріп бере алмайды. Осы жерде бір тоқтау пайда болады. Осылай адамдар басқаша түсіндіре бастайды. Бірақ киелі кітап өз-өзіне жақсы түсінік беріп тұр ғой. Ізгі хабар Мәсіхтің рақымы туралы қуанышты жаңалық. Сонымен осы анықтаманы есіңізде сақтап қойыңыз. Және әрдайым ізгі хабар немесе Мәсіхтің рақымы туралы ізгі хабар сөздермен кезіккенде бұл Мәсіхтің рақымына деген нұсқа. Мен бұл тақырыпты қатаң түрде маңызды деймін. Себебі сіздердің осыны түсінгендеріңізді қалаймын. Сіздер ары қарай қозғалып отырсыңыздар. Араларыңызда кім осыны түсінді? Ары қарай 16-ші аят.
Мен ізгі хабар үшін еш ұялмаймын. Бұл дегеніміз не? Рақымшылықтың ізгі хабары. Қуанышты хабар дегеніміз не? Бұл Мәсіхтің рақымы. Мен сіздерге анықтама беремін. Қуанышты хабар бұл Мәсіхтің рақымы. Мен ізгі хабар үшін еш ұялмаймын. Ол Мәсіхке сенетін барлық адамдарды, алдымен яһудилерді, сондай-ақ басқа ұлт адамдарын да құтқаратын Құдайдың құдіреті. Рақымшылық бұл күштің қайнар көзі. Мәсіхтің рақымы туралы қуанышты хабар үлкен күшке ие, себебі ол құтқарылуға деген Құдайдың күші. Бұл өте маңызды. Себебі құтқарылу тек жаңадан туылған емес. Құдайдың рақымы бұл адамдарға құтқарылу беретін, жаңадан жаратылыс, бостандық, сауықтыру, денсаулық беретін Құдайдың күші. Құдайдың рақымында сіз мұқтаж болатын барлық нәрсе бар. Сіз Құдайдың рақымына мойынсынуды үйренген кезде ғана рақымшылық сіздің өміріңіз үшін керекті нәрсенің барлығын беретінін түсінесіз. Сіз рақымшылықта сізге керекті нәрсенің барлығымен қамтамасыз етілгенсіз. Осы Мәсіхтің рақымы Исаның сізге осы өмірде қажеттінің барлығын бергендігі туралы қуанышты хабар. Исаның рақымы сіздің өміріңізде болып жатқандардың барлығы өз қалпына келуі туралы қуанышты хабар. Сіз оның сенімді қорғанындасыз. Сізге ешкім тиісе алмайды. Достар, бұл жақсы жаңалық. Осы Исаның рақымы туралы қуанышты хабар. Бұл Құдайдың күші. Сіз осы рақымшылықты қабылдағанда, осы қуанышты хабарды қабылдаған кезде, сіз барлығын қабылдадыңыз. Заң арқылы осының барлығына ие болу үшін сіздің жеткен жетістігіңізге, яғни терлеп тепшіп еңбек еткеніңізге негізделеді. Заң заманында Құдай адамның жақсылығы үшін жақсылық беретін, ал жамандығы үшін жамандықпен жауап беретін. Заң бойынша сіз өзіңізге тиістіні істеу керексіз. Құдай сонда өзінікін жасайтын. Ал рақымшылықтың заманында Құдай адамзатқа жақсылық көрсетеді. Ол өзіне тиесіні жасайды. Рақымшылықтың өсиетіне кіріңіз. Көпшілік сенушілер айтады, ал менің не істеуім керек деп. Жоқ, бұлай өзінің күшін жоғалтқан көне өсиет бойынша болған. Бұндай нәрсе көне өсиетте болды. Ал жаңа өсиет бойынша Құдай бізді шартты түрде жасау керек міндетімізден босатып ғажайып іс істеді. Заңның заманында Құдайға деген адалдығыңызды сақтап жүрген кезде Құдай сізге адал болды. Ал рақымшылықтың заманында еврейлерге 8-ші тарауға сенсек, біз оған адал болмасақ та Құдай бізге адал болып қала береді. Филиппиліктерге 2:30. Бұл таңғаларлық нәрсе ғой. Сіз тіпті адал болмасаңыз да ол айтады, мен адал болып қала беремін. Ой, сіздер маған сенімсіздікпен қарап отырсыздар. Филиппиліктердің 2-ші тарауын ашыңыздар. Қане, қарайық. Я, бұл Филиппиліктерге 1:6. Бұл солардың бірі. Филиппиліктерге 1:6. Өмірлерінде игісін бастаған Құдайдың оны жалғастыра беріп, Мәсіх қайта оралар күнге дейін толықтай аяқтайтыны кәміл сенемін. Кеңейтілген аудармасында біздегі жақсы істерді бастағанға Құдайға шүкір. Біздегі жақсы істерді бастағанға мен толықтай сенімдімін. Сіздер осыны естуге дайынсыздар ма? Біздегі жақсы істерді бастағанға мен толықтай сенімдімін. Ол сол істерін Иса Мәсіх қайтып келер уақытына дейін жасайды және осы жақсы істерді сізде толықтай орындауына дейін жеткізеді. Құдай өзіне осындай жауапкершілікті алды. Қандай жағдай болмасын, ол ешқашан тоқтамайды және бастаған ісінде өзі уәде бергендерінің Тәңіріміз Иса Мәсіх оралғанша істеуін соңына дейін жеткізбей қоймайды. Ол осыны орындау үшін адал болып қала береді. Амин. Біреулер айтуы мүмкін, мен осынша шәкірттерді дайындадым, ал сіз бір аятты таба алмай жатырсыз. 2 Тимофейге 2:13. Осы сөзді біздер таппайынша мен тынышталмаймын және ешқайда кетпейміз. 2 Тимофейге 2:13. Дайынсыздар ма? Оқимыз.
Біз айтқанымызға адал болмасақ, ол айтқанына адал болып қала береді. Өз болмысымен келіспейтінді ол істемейді. Кеңейтілген аудармасында бұлай жазылған: егер біз адал болмасақ, оған сенімсіздік танытсақ та, сонда да ол өзінің сөзіне және әділ мінезіне деген адалдығын сақтап қала бермек, себебі өз-өзінен бас тарта алмайды. Паул жазған: біз оған адал болмасақ та, ол бізге адал болып қалады, себебі ол өз-өзіне өтірік айтпайды. Құдай айтады: тіпті сендер өздеріңнің міндеттеріңді орындамасаңдар да, мен өзімдікін орындаймын. Қане, келі жазбадан тағы бір жерді ашайық. Еврейлерге арналған хат. Бұл еврейлерге арналған хаттың 8-ші тарауы. Мен есіме түсірдім. Сіздер менің орнымда болсаңыздар, мен сіздерге қарайтын едім. Еврейлерге 8-ші тарау. Оның қандай өсиетпен келісімге келетінін қараңызшы. Біз әділдік туралы айтудамыз. Біз оған дейін де жететінімізге үміттенемін. 8-ші аят. Алайда пайғамбар халқының, қане одан да 7-ші аяттан бастайықшы. Еврейлерге 8:7. Кім тапты? Амин деңіз. Егер бұрынғы келісім, яғни заң бойынша өсиет, егер бұрынғы келісім ешбір кемшіліксіз болған болса, онда өзгесі жасаудың керегі болмас еді. Егер заңның келісімі жеткілікті болса, онда бізге басқа келісім керек болмас еді. Бірақ пайғамбар халықтың айыбын ашкерлеп бұлай дейді: жаратқан ие мынаны айтады: біліп алыңдар, мен Израильдің және Яхуданың ірім бұтақтарымен жаңа келісім жасайтын уақыт келеді. Ары қарай 9-ші аят. Бұл жерде айтылған: бұл келісім мен олардың ата-бабаларын қолдарына жетелеп Мысырдан алып шыққанда солармен жасаған келісімімен бірдей болмайды. Өйткені олар сол келісіміме адал болмағандықтан ықыласынан айырылды дейді жаратқан ие. Құдай айтады: мен сендермен жаңа келісімге келемін дейді, бұрынғысына еш ұқсамайтын. Сіздер бұны көрдіңіздер ме? Сендермен жаңа келісім жасаймын, және ол бұрынғысына ұқсамайтын болады. Ары қарай ол түсіндіріп айтады олардың айырмашылығының қандай екенін. Тыңдаңыздаршы, ол 9-ші аятта не деген қараңызшы. Бұл келісім мен олардың ата-бабаларын қолдарына жетелеп Мысырдан алып шыққанда солармен жасаған келісімімен бірдей болмайды. Құдай айтады: мен сендерге мысал келтіремін дейді. Бұл келісім мен олардың ата-бабаларын қолдарына жетелеп Мысырдан алып шыққанда солармен жасаған келісімімен бірдей болмайды. Өйткені олар сол келісімге адал болмағандықтан ықыласынан айырылды дейді жаратқан ие. Ол айтады: олар мұны орындамаған үшін, мен де олар үшін мұны орындай алмадым дейді. Кеңейтілген аудармасында былай жазылған: Мысырдан шығуға және олардан бостандық алуға көмек беру үшін қолдарынан жетектеген күні олардың ата-бабаларымен жасағандай келісімім емес. Себебі менің олармен келіскен келісімімде адал болмады. Сондықтан мен олардан өзімнің мейірімімді алып қойдым да елеусіз қалдырдым дейді Құдай. Көрдіңіздер ме? Көне өсиет бойынша заңның уақытысында олар өздерінің міндеттерін орындамаған үшін Құдай олардан өзінің мейірімін алып қойды. Ал жаңа өсиет бойынша рақымшылықтың уақытысында Құдайдың мейірімі сіз өзіңіздің міндеттеріңізді орындауыңызға тәуелді емес. Себебі оның сөздері бойынша бұл жаңа өсиет. Жаңа келісім шарттары өзіңіздің міндеттеріңізді орындамасаңыздар, Құдай өзінікін орындау болатын алдыңғы келісім бойынша жасалмаған. Жаңа келісімнің шарты сіз тіпті өзіңіздің міндеттеріңізді орындамасаңыздар да, Құдай өзінікін орындайды. Басқаша айтқанда Құдай айтады: о, Құдайға шүкір, менің мейірімімді өздеріңнен алып тастайтындар, сендей ештеңе істей алмайсыңдар. Егер сіз традициялық, яғни дәстүрлі ағымның жақтаушысы болсаңыз, онда сіз ойлайтын боларсыз: Құдайдың мейіріміне ие болу үшін көптеген нұсқаулықтарды орындау керек деп, ережелерді сақтау керек деп. Мейірімге ие болу үшін тоқтаусыз бірнеше сағат дұға ету керек. Қауымдағы барлық мерекелерден қалмау керек Құдайдың мейіріміне ие болу үшін. Дұға етуден және қауымға барудан әлі ешкімге жаман болған жоқ. Арамыздағылардан кім біледі бұл жақсы іс екенін. Бірақ бұлардың барлығы Құдайға ұнамды іске айналдырмаңыз. Құдайдың мейіріміне ие болу үшін міндетті түрде орындалуға тиісті шарт болмасын.
Құдай ешбір талаптарынсыз сізге өзінің мейірімін беріп қойды. Егер сізге мейірімге ие болу үшін ережені сақтау міндеттелсе, онда бұл рақымшылық болмас еді. Бірақ ол бізге ешқандай талаптарынсыз өзінің рақымшылығын берді. Бұл дегеніміз енді мен білгенімді істеп күнә жасай беруге болады деген бе? Жоқ. Бұл дегеніміз рақымшылықтың заманында киелі рух енді заңның орнын басты. Енді ол сізге не істеу керектігін, не айту керектігін үйретеді. Ол өзінің заңдарын сіздің жүректеріңізге жазатын болады, және сіздің құдайыңыз болады. Бұл дегеніміз сізге күнә жасай беруге болады деген емес. Бұл дегеніміз енді жазылған заңдардың жетегінде емес, рухтың жетегіндесіз. Себебі жазылған заңдар өлім алып келеді, ал рух өмір береді, және сізді үйретеді. Менің не айтып жатқанымды түсініп жатсыз? Сонымен не болу керек? Сізге түсіну керек. Бұл Иса Масихтың құтқарушым деп қабылдағандардың барлығына және көктен тууға ие болғандарға да қатысты. Құдай сіздерді әділ адамдар деп атады. Енді Құдайдың әділ адамдар ретінде оның мейіріміне ие болуға құқыңыз бар. Сіз Құдайдан мейірім алдыңыз, себебі бұны ол сізге берді. Сіздің белгілі бір шарттарды еске түсіргендігіңізден емес, немесе өзіңізді жақсы ұстанғандығыңыздан емес, немесе еңбектенгеніңіздің, немесе лайықты түрде ақтап алғандығыңыздан емес. Жоқ, Құдай сізге мейірімін бергендіктен ғана мейірімге ие болдыңыз.